Сәлем қыздар, қалайсыздар? Мына салатты жасасаңыздар, маған рахмет айтасыздар ғой. Дәмі өте керемет болып шығады. И необычный салат. Кәнекей бірге жасайық. Ол үшін бізге картошканы сыртын ашып аламыз да, осылай кубик қылып турап аламыз. Турап алғаннан кейін картошканы мұздай суға бірнеше рет жуып аламыз да, үстіне сұйық май, тұзымызды, бұрышымызды, приправамызды салып, жақсылап араластырып, қызып тұрған пешке 10-15 минутқа салатын боламыз. Енді біз бұл салатқа бізге қияр қажет болады. Қиярды тоже осындай кубик қылып турап аламыз. Кез келген помидорды қолдансаңыз болады. Мен мына жерде черри помидорын қолдандым. Помидорымызды да ортасынан осылай бөліп дайындап аламыз. Міне біздің огурцы помидорымыз дайын. Үстіне көк пиязымызды салдық. Көк пияз болмаса, қызыл пияз салсаңыздар болады. Одан кейін бұршақты салып, соусқа бізге майонез және де қаймақ қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Салаттың үстіне бағана піскен картошкамызды саламыз. Үстіне соусымызды салып, жақсылап араластырамыз. Достар, мына салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ас болсын.